Мен 2 литрлік банканы алдым. Укроп, хрен, перец, горошек, лавровый лист, ашты бұрыш, қияр, чеснок, уксус, аспирин алдым. Қиярды жуып тазалап алдым және 2 сағатқа мұздай салқын суға салып қойдым. 2 литрлік банканы алып, укропты, хренді өзімнің керегінше банкіге салдым. Болгар бұрышын, 1 болгар бұрышын кесіп салдым. 3 дана зубчик дейді, чеснок салдым. 3 лавровый лист салдым. Ашты бұрыштың бәрін салған жоқпын. Кішкене 2 бөлікке бөліп, осы 2 бөлікті салдым. Қиярларды тігінен салдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салуларыңызға болады. Тігінен салсаңыз да болады. Жатқызып салсаңыз да болады. Мен бүгін 2 литрлік банкіге қиярды жабайын деп жатырмын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша 3 литрлік банкіге де жапсаңыздар болады. Қиярды тығыздап, банкіге сыйғанынша саласыздар. Міне тығыздап салып болдым қиярларды. Енді қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Қатты қайнап тұрған болсын, газдың астын өшірмейміз. Мен шайнектерге қайнатып жатырмын суды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кастрөлге қайнатуларыңызға болады. Немесе осындай мен сияқты шайнекке қайнатып қойсаңыздар болады. Ыстық суды құйып, бетін жауып 15-20 минут қойып қоямыз. 15-20 минут өткеннен кейін ыстық суды төгіп тастаймыз. Мен бірінші құйған суды төгіп тастаймын, қайттан пайдаланбаймын. Екінші рет қайтадан таза суды құям. Бірінші суды төгіп тастағаннан кейін барып, қара горошекті қалауыңызша саласыз. 2 аспирин салдым. Және 2 ас қасық қатты толтырмай 2 ас қасық тұз саласыздар. Мені көріп тұрғандарыңыздай осындай қылып салсаңыздар болады. Екі ас қасық тұзды салып болған соң ыстық қайнап тұрған суды құямыз. Бұл екінші суымыз құйып атқан. Бірінші суды төгіп тастадық біз 15-20 минут. Тұрған соң бірінші суды төгіп тастадық. Бірінші суды мен пайдаланған жоқпын, төгіп тастадым. Мынау екінші таза қайнап тұрған суды құйдым. Екінші суды құйғаннан кейін жарты шай қасық уксус құйдым. 70%-лық эссенция. Қақпағын жауып,
жақсылап қақпақты бұрап жабамыз. Жақсы жабылғанын тексеру үшін домалатып банканы тексеріп көреміз. Крышкадан су ағып тұрған жоқ па, соны тексереміз. Өстіп барлық банкілерді осылай жауып аламыз. Менде барлығы 2 литрлік банкіден 6 банкі шықты. Осылай менің әдісіммен жапсаңыздар, қиярларыңыз атылмайды және қытырлақ болып өте хрустящий болып шығады. Жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Банкілердің бәрін жауып болғаннан кейін крышкасын төмен қаратып, жылы жауып орап қоясыздар. Ертесіне бұның алдындағы видеода мен компот жапқан болатынмын, асардей. Соны нәтижесін көрсете кетейін дедім. Мінекей бәрі сол қалпында әдемі болып тұр компоттарым. Менің алдындағы видеомды көрсеңіздер болады. Осы компотты қалай жапқаным туралы видеом бар. Менің видеоларым ұнаса, лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.